Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін ETSP кілтті алу жолдарын көрсететін болам. Маған көптеген адамдар ETSP-ны қалай алам, соны жолдан көрсетесіз бе деген сұрақтармен маған хабарласып жатады. Ең алдымен міне Google-ға e.gov.kz деп жазасыздар. Содан кейін Enter батырмасын басып, келесі этапқа өтесіздер. Мынау e.gov-тың бірінші беті. Сол жақта қазақша және орысша, ағылшынша тілдері көрсетілген. Әрбір шаққа өткен сайын осы тілдерді ауыстыра аласыздар. Яғни орыс тілімен бастасаңыздар, дальше аяғына дейін орыс тілімен жүру деген жоқ. Яғни қай шақта болса да тілге ауыса береді. Біздер орыс тілінде қойдық. Ең бірінші бетінде, e.gov-тың бірінші бетінде астында тұр получение ETSP удаленно. Негізі e.gov-та көптеген обновление болады. Бұрын бұл 3-ші немесе 4-ші строкада болушы еді, қазір астыға түсіп кеткен. Бұған кіру үшін ең алдымен компьютерлеріңізде веб-камера болу қажет. Арнайы қондырылған камера жақсы көрсететін. Және де получение ETSP-ны басасыздар. Бірінші вкладка получение ETSP бірінші тұр. Негізінде желательно ноутбукпен алған дұрыс. Ноутбукпен ыңғайлы. Ноутбуктың камерасы жақсы болу керек, мегапикселі өзіңізді анық көрсететіндей, қиындық тудырмас үшін. Бұл сайтқа кірген кезде тағы да Ensilayer деген программа болады. Программаны қондырып аласыздар. Ол өте оңай. Және осы жерде заказать услугу онлайн батырмасын басасыздар. Осы шақтан шаққа өткен кезде веб-камераны қосасыздар ма деген сұрақтар болуы мүмкін. Соған разрешить дегенді басасыздар. Ал Ensilayer қондырылмаған болса, Ensilayer'ды өшіріп тастап, қайтадан қондырасыздар. Ол туралы да егер түсініксіз болса, видео түсіретін болам. Сіздер міне физлицоға алатын болсаңдар, мына жерге физлицо түсіресіздер. Ал менікі юрлицо, яғни сотрудник организации, мекеменің, яғни бір адамға член комиссия немесе сол мекеменің қызметкеріне кілт алатын болам. Егер мекеменің қызметкеріне кілт алатын болсаңыздар, мына жерге бірінші бин жазасыздар. Бин жазған кезде мекеменің толық аты жөні шығады. Ал сіздер физлицоны таңдайтын болсаңыздар, өзіңізге алатын болсаңыздар, физлицоны таңдайсыздар. Тек қана ол жерде иінді таңдайсыздар. Яғни иінді тересіздер. Біздер қазір сотрудникке алған кезде бинді басқан кезде организация шықты. Егер организация осы базада болса, ол шығады. Келесі иінге көшуге болады. Иінді тересіздер. Иінді терген кезде сіздердің жеке телефон нөмірлеріңізге пароль келеді. Физлицо алған кезде де өзіңіздің иініңізді тересіз. Сол кезде телефоныңыз e.gov-ға қалай тіркелді, сол нөміріңізге SMS пароль келетін болады. Бұл e.gov-ға тіркелу жолдарында алдағы уақытта видеоға түсіретін болам. Яғни база данныйға тіркелу үшін. Ол да кейде қиындық тудырып жатады. Одноразовый пароль келді телефонға. Келесі этапқа өттік. Мына жерде удостоверение личности, яғни жеке куәлікті таңдаймыз да, перейти получение ETSP ключ батырмасын басамыз. Маған орысша жұмыс жасаған ыңғайлы, себебі қазақшада қазақ тілінде емес, орыс тілінен аударған түсініксіз болып кетеді маған. Қарапайым қазақша тілде жазылмаған сияқты деп ойлаймын өзім. Әркімге әрқалай. Мына жерге тағы да телефон тересіздер, яғни Ditgov-тан SMS келеді телефон терген кезде. Бұған да Ditgov-ға тіркелу жолдан алдағы уақытта көрсететін болам. Бұл яғни Ditgov сіздің жеке личностьсіз, яғни жеке өзіңіздің суретіңізді барлығын енгізетін программа. Біздер қазір камера қосылып жатыр. Пройдите видео проверку дейді. Яғни начать батырмасын басасыздар. Егер осы жерде камера қосу керек болса, разрешить батырмасын басып қосасыздар. Бұл жерде енді камера қосқан кезде запись экраны жасалмайды екен. Маған рұқсат бермей тұр. Дәл камера қалай қарағанымды түсіре алмаймын, өкінішке орай. Рұқсат бермейді. Начатты басқан кезде камера шығады. Сіздер егер отодвиньтесь десе, алшақтап тұрасыздар. Жақындау керек болса жақындайсыздар, күлу керек болса күлесіздер. Барлығын қандай жазу шығады, соны істейсіздер. Көк домалақ шеңберден, яғни бетіңіз ғана көріну керек сол жерден. Солайын басыңыз, шашыңыз көру міндетті емес. Маңдайдан бастап иекке дейін. Келесі шаққа өткен кезде
осындай соглашение болады. Галочка батырмасын басып, подтвердить батырмасын басасыздар. Мынаны оқу алсаңыздар да болады. Осы жерде міне организацияның атынан алсаңыздар бейін жазылып тұрады. Және де мекеменің аты, жөні, иін жазылып тұрады. Кімге СП алып жатқандығыңызды, аты, жөні барлығы жазылып тұрады. Электронный почта жаза аламыз. Ал физлицоға болса тек қана физлицоның мына жерде иіні болады. Тек қана кілт таңдайсыздар да, мына жерде персональный компьютер, яғни компьютерде немесе флешкеде папка сақтап, сол папкаға арнап сақтайсыздар. Міне мен папка сақтап жатырмын. Бұл папканы сіздер жоғалтып алмауыңызға керек. Менде ағылшын тілінде тұр екен, яғни тұра берсін, уақыт созбай қояйық. Осыны таңдайтын боламыз қазір. Қарасаңыздар, персональный компьютер, рабочий кабинет. Егер физлицоға кілт алатын болсаңыздар, міне осыны таңдайсыздар да, выбрать батырмасын басасыздар. Ал жаңа сотрудникке кілт алу үшін бұл да осылай действиені кете береді әрі қарай. Жеке физлицоға кілт алған адамдар осы жерде обновить батырмасын басып, енді пароль теретін болады. Оны кішкене күте тұрыңыздар, алда уақытты көрсетемін. Қазір міне сотрудник юрлицоға кілт алу жолдарын осы жерден айтып кетейін. Бұл үшін, яғни директордың кілті қажет. Сіздер сотрудник болғандықтан директорден подтверждение қажет. Сол үшін міне қарасаңыздар, рабочий столға директордың кілтін сақтап аласыздар. Паролін барлығын жаттап аласыздар. Онымен pki.gov.kz сайтына кіресіздер. Кіргеннен кейін міне заявка на получение ключ СП деп тұрады. Соған кіріп, жаңағы сотрудниктің келген СП-сына подтверждение жасайсыздар. Егер сіздің мекемеңізде толық жасайтын болса, оған СП қажет болатын болса, подтверждение батырмасын басасыз. Ал егер керек емес болса, отклонить басуға болады, немесе бұл сайтқа кірмеуге де болады. Мына жерде қарасаңыздар, қазір бірнеше адамдардікі 2015 жылы, 2016 алынған сотрудниктердікі тізімі тұр. Біз кеше ғана 27 июнь 6 ай күні жібердік. Сол датаны таңдадық. Дата создания искать батырмасын басқан кезде жаңағы кілттің адамның аты, жөні шықты. Біз оны редактировать батырмасын басамыз. Бұл яғни физлицоға қажет емес. Физлицо кішкентай күте тұрыңыздар, сабыр етіп. Бізге директормен кіріп, заявка подтверждения первым руководителем организации деп батырмасын басамыз. Яғни бізге жаңа сотрудниктер кілтін алуға рұқсат береміз. Директордың аты, жөні, иіні, мен осындай оны алуына подтверждение жасайын деген тағы да басқа. Соған подтвердить батырмасын басамыз. Міндетті түрде ана жерге галочка батырмасын басу керек. Дәл рабочий столда жаңағы директордың кілті тұр. Соның ішіне міне ГОСТпен қол қоятын боламыз. Мына жерге пароль міндетті түрде жазуымыз қажет. Кірген кезде аутпен кіреміз, ал қол қойған кезде ГОСТпен подписать етеміз. Ал физлицолар аутпен кіреді, оларда қол қоятын кезде эрста деп тұрады. Жаңағы физлицо және сотрудниктің кілт алған кезде директормен подтверждение жасалды. Егер сотрудник болатын болса, осы жерге обновить батырмасын басамыз. Бұл физлицоға да, жаңағы юрлицоға да барлығына осы жерде бірдей. Выпущенный регистрация свидетельство сертификат деп шығып тұр. Получить сертификат батырмасын бастық. Мына жерге парольді қоясыздар. Мысалға AA13456 деп оңай пароль қойыңыздар. Мысалға біреу секрет 1976 бірдеңе, Чарльз Дарвин бірдеңе деп қояды. Оны сосын өздері ұмытып қалады. Жеңіл пароль, өзіңізге қиын болмас үшін көз батырмасы басып, қандай пароль қойып жатқаныңызды көрулеріңізге болады. Бұл яғни директормен подтверждение жасағаннан кейін физлицоның кілті немесе сотрудниктің кілті, соның паролі. Сертификат успешно установлен дейді. Ключ ЦП.